Сәлеметсіздер ме? Гүлдер әлемі каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз осы фиалка гүліне арналады. Егер де каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар, мен жауап беремін сұрақтарыңызға міндетті түрде. Колокольчик белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Енді міне өздеріңіз көріп тұрсаңыздар, осы 3 фиалканы мен осындай фиалканың жапырағынан өсіргенмін. Осындай бір түйір жапырақтан өсіргенмін мен. Қыста бұл фиалкаларда мынандай жіппен суару әдісімен отырғызып қойғанмын. Енді соны алып, өйткені менің бұл фиалкаларым гүлдемей жатыр. Мен гүлдегенін қаладым, сонымен бұл жіптен алып отырмын. Енді бұның барлығын жіптен алып тастаймын. Сосын бұған гүлдейтін гүлдерге арналған тыңайтқыш беріп, бұл фиалканы біз гүлдетуіміз керек. Енді мына жерден көріп отырсаңыздар, осы фиалканы мына астыңғы жапырағынан алып, мен өстіп, мына кішкентай ғана йогурттың шынысына отырғызып қойғанмын. Содан бері осы 2-3 ай өтті. Міне бұл балалады. Өздеріңіз көріп тұрсаңыздар. Бұны да өздеріңіз көргендей, осындай тепличка жасап, целлофанның ішіне қойғанмын. Содан жақында ғана осы 1-7 от осыны шығарғаныма. Енді осы фиалканың балалары неге мынандай сарғайып, ақшыл болып тұр? Оның себептері қандай? Сол туралы сіздерге айтқым келіп тұр. Қазір енді осының себептерін талқылап қарайтын боламыз. Мысалға, мына жапырақтағы, жаңа мен айттым ғой, неге бұл сарғайып тұр деп. Ол дегеніміз, мынау жапырағындағы барлық күшін бұл мынау аналығы балаларына береді. Міне өздеріңіз көрсеңіздер, біртіндеп мына шеті қарайып келе жатыр. Міне сөйтіп қарайып, бұл аналып, ертең қурап, өліп қалуы мүмкін. Сол кезде біз мына аналығын алып тастаймыз. Одан қорқудың керегі жоқ. Бұл аналығы өзі мынау топырақтың ішіндегі құнарлы барлық витаминдерін өзі ішіп, өстіп, міне көрдіңіздер ма, көптеген балапандар шығарып, сол бойындағы бүткіл витаминдерді осы балапандарына беріп отыр. Енді біз балапандары анасыз қалса, біз мына анасын ажыратып аламыз ғой мына балапандарынан. Сол кезде бұл балапандарына көп су бермеуіміз керек. Өйткені бұларды қоректендіріп отқан мынау аналығы. Енді аналық болмағаннан кейін бұған біз көп су бермейміз, кішкене ғана, қашан өздері қатайып өз-өздігінен бойын көтеріп кетпейінше, біз бұларға суды аздап беретін боламыз. Енді мына жерде көріп отырсаңыздар, мынау жаңа айттық қой, жапырақтары, міне жиектері қарайып жатыр, кейбір жапырақтарын сарғайып жатыр. Ол дегеніміз, бұндай жағдай сіздерде де болуы мүмкін. Одан қорықпай-ақ қойыңыздар. Бұндай жағдайларда болып тұрады. Бұндай фиалка гүлдерінде бұндай себептер бұл гүлдерде өте көп болады. Мысалға, мынау фиалканың өзінде де мынау астыңғы жапырақтары, міне көрдіңіздер ме, жиектері сарғайып жатыр. Бұны хлороз дейді. Өйткені бұның астында топырағы дұрыс болмауы мүмкін. Болмаса топырағы көп су ішкен болуы мүмкін. Бұдан ешқандай қорқудың керегі жоқ. Топырағын ауыстырып, бұл гүлді арман қарай өсіре берсек болады. Енді мен өткенде осы мына 2 фиалканың топырағын ауыстырғанмын. Енді қарасаңыздар, міне жапырақтары үлкен болып, әдемі болып өсіп тұр. Ал мына фиалканы мен ауыстырған жоқпын. Бұл баяғы өзінің көне топырағында отыр, бірақ мынау ауырлау, мына екеуіне қарағанда, ал мына екеуі жеңіл. Сондықтан да қазір мен мынау фиалканың да осы топырағын ауыстырып жібергім келіп отыр. Осындай жақсы болып өсу үшін. Қарасаңыздар, мынаның жапырақтары майда, ал мына екеуінің жапырақтары ірі. Міне бұл екеуінің топырағын ауыстырғандықтан осылай болып әдемі болып өсіп тұр. Енді мына жерде қарап отырсақ, мынау аналық, мына балапандарын өсірем деп, мына топырақтағы барлық құнарлы витаминдерін бәрін жеп, содан кейін барып, мынау топырақта ешқандай құнар болмағандықтан бұның жапырақтары осылай сарғая бастайды. Енді біз бұны дұрыстауымыз үшін мен мынандай 200 граммдық стаканчик әкелдім. Қазір осы 200 грамм стаканчикке егетін боламыз. Сол кезде балапандары қайттан жап-жасыл болып, әдемі болып, астынан бұдан да көп балапандар өсетін болады. Қазір мынау қарап көрейік, мына тамыры қандай екен. Бұл бір жағынан мынада отырғанына біраз уақыт болды. Бұл арман қарай тамырын жай алмайды. Аналығы, жаңа айттым ғой, мынау құнарлы топырақтың құнарының барлығы ішіп, жеп болғаннан кейін, бұл топырақ құнарсыз болғандықтан, бұл міне аналықтың өзі де витамин жетіспегендіктен осындай болып шеті біртіндеп қурап бара жатыр. Балдарында, балапандарында көрсеңіз, шеттерінің бәрі қурап бара жатыр. Қазір бұны біз алу үшін бүйтіп еңкейтеміз де, мына төменгі жағын кішкентай қысып жіберіп, мына төменгі жағына итерсек шығады.
міне көрсеңіздер, бұл тамыры ондай жақсы емес. Мен тамыры жақсы шығар деп ойлап едім. Мынаған су көп құйылған. Енді біз қазір бұның астындағы шамалы тамырын аламыз да, бұны әдемі топыраққа отырғызамыз. Сол кезде бұл әрмен қарай әдемі болып өсетін болады. Міне көрсеңіздер, мына жерде өте көп балапандар тұр. Бұлар астында да міне кішкене балапандар тұр. Бұлардың барлығы, егер де мына топырақ құнарлы жақсы болатын болса, бұлар әлде де көп балапандар беретін болады. Міне қарасаңыздар, мына жерде өте кішкентай балапандар бар екен. Қайтадан орнына салып қояйық. Енді мынау жапырақты мен осылай отырғызып қойғанмын. Бұны міндетті түрде отырғызғаннан кейін осындай қылып целлофанның ішіне салып, аузын мықтап жауып, кіттай су құйып, сосын осыда тұрады. Қашан балапан шығамын дегенше арасында қарап желдетіп қойсаңыздар болады. Біздің көп гүл өсіретін қыз-келіншектер айтып жатады, менің фиалка гүлім жапырағын көбейтейін десем көбеймейді, жапырағы шіріп кете береді деп. Әдепкі кезде менікі де солай болған. Кейін білмеймін, осы мынау фиалканың, үлкен фиалкаларды осы жапырағынан отырғыздым, өздері жақсы өсіп кетті. Қазір мен осының бір астыңғы жапырағын сындырып алып, сіздерге қалай тамырлату керек, соны көрсетемін. Енді менде мындай грунт для фиалки деген бар. Міне осы фиалкаға арналған бұл дайын топырақ, бұған ештеңе қоспасақ та болады. Бұның ішінде міне азот, фосфор, калий бар екен. Енді біз бұл топыраққа отырғызғаннан кейін бұған әзірге ешқандай дәрумендер бермесек те болады. Осыған 2-3 ай отыра тұрады. Қашан бұл жаңағы мынау топырақтағы құнарлы витаминдерін бәрін ішіп жеп болғаннан кейін бұны біз дәрумендермен суарсақ болады. Астындағы ештеңе етпейді, алып тастаймыз. Бұны негізі перевалка жасауға болады, бірақ өздеріңіз көрсеңіздер, бұның шамалы тамыры, астыңғы тамыры шіріген екен. Сосын мен топырақтың барлығынан, ауыр топырақ, мынау негізі содан ажыратқым келіп тұр. Міне біз мынау топырағымызға қазір мен бірақ гүлге су құймаймын, өйткені бұның топырағы қатты шылқып тұр. Сондықтан да мен бұған әзірге астындағы топырақ кетпейінше су құймаймын. Міне мынау топырақ өте құнарлы топырақ, жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, ішінде азот та бар, калий да бар, фосфор да бар. Олардың барлығы гүлдердің жақсы өсуіне, жақсы дамып жетілуіне көмектеседі. Бұл фиалкалардың астыңғы тамырын қиып отырғызсақ та, бұл ештеңе қылмайды, фиалка бірден өсіп кете береді өзі. Міне біз отырғыздық. Енді арман қарай біздің осы гүліміз жақсы дамып өсіп кетеді деп мен ойлаймын. Біздің осы кішкентай балапандарымыз мәз болып, осы топырақтағы витаминдерін жеп, одан сайын көбейіп, жақсы өсетін болады. Біз үлкен фиалканы егейік, бұның да топырағын ажыратып аламыз. Өйткені бұның өте топырағы ауыр, сондықтан да бұғанда біз осындай жұмсақ топырақ беретін боламыз. Бұның да суы қатты шылқып тұр екен. Негізі көп шылықта беруге болмайды. Бұл топырағы өзі сондай шылқып тұрған топырақ. Қазір мынаның бәрін түсіріп тастап, енді жаңағы балапандардың сарғайғандары осы топырақ ауыстырғаннан кейін орнына келеді. Орнына келмесе, ол қурап түсіп қалады. Оны алып тастаймыз, ал қалғандары арманғадай өсе беретін болады. Біз отырғызған гүліміз балапандарын тағы да көбейтіп өсіп жатса, мен сіздерге кішкене ғана шортс видео түсіріп көрсететін боламын. Бұл енді жаңағы біздің балапандарымыз әлі бұл ыдыста отырады. Ол ана ыдыстың ішін бәрін тамырмен толтыру керек. Жаңағы біздің отырғызған топырағымыздағы витаминдердің барлығын жеп тауысу керек. Сол кезде барып, біз ол балапандардың барлығы өскеннен кейін жаймендеп балапандарын ажыратсақ болады. Сол кезде барып, мен ажыратқан уақытта сіздерге тағы да видео түсіріп көрсететін боламын. Міне, енді қайттан осыған топырақ салып егеміз. Бұның өзінің топырағы құнарлы. Осы топырақта бұл жақсы болып өседі. Осы ішіндегі витаминдерін ішіп, витаминдерімен қоректеніп, арман қарай алып кетеді деп мен ойлаймын. Енді әзірге бұны да мен суармай қоя тұрамын, өйткені жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, тамырларының өте қатты шылқып тұр. Енді қазір мен сіздерге осы фиалканың жапырағын қалай алып, сосын
қалай отырғызғанымызды мен сіздерге көрсететін боламын. Мысалға, қазір мен бір жақсы жапырағын алайын. Мына жапырақты алайын. Мына жапырақты сындырып алдым. Енді қазір мына көздің көне ыдысына топырақтан саламыз. Осыған мына өте ұзын ғой. Соны мына жерден тағы сындырып тастаймыз. Мынандай ол қысқалау болу керек. Соны мына құмға бүйтіп салып астын басыңқыраймыз. Ауа кірмейтіндей қылып. Кішкене ғана су құямыз. Енді осыны тепличка жасап қоямыз. Менде екі осындай жапырақты алып осы екі қойдым. Енді бұл жапырақтан кішкене мынандай балапандар шығып жатса, мен сіздерге кішкене ғана шортс видео түсіріп салатын боламын. Сіздердің де осындай гүлдеріңіз балапандап жатса, немесе осы гүлдеріңізді көбейткілеріңіз келсе, жаңағы мен жасаған әдіспен астыңғы жапырағын ғана сындырып алып, соны осындай қылып егіп, гүлдеріңізді көбейтсеңіздер болады. Менің видеом сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сіздермен болған бақыт, сау саламатта болыңыздар.